Осы бағыттағы жұмыстарды іске асыру үшін 17 көппәтерлі тұрғын үйдің қасбетін жөндеуге облыстық бюджеттен 817 миллион 500 мың теңге бөлінді. Жоба аясында тұрғын үйлердің қасбеттері металл сайдингпен қапталып, балкондарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда жөндеу жұмыстары 5 тұрғын үйде толық аяқталды. Атап айтқанда, Қайырбеков көшесіндегі нөмірі 44, 54, 56 және 58 үйлер мен Демченко көшесіндегі нөмірі 9 үйдің қасбеттері жаңартылып, пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта 12 көппәтерлі тұрғын үйде құрылыс монтаж жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Барлық нысандардағы жұмыстардың аяқтаудың болжамды мерзімі биылғы жылдың 5 тамызы деп көрсетілген. Жобалар бойынша жасалған мемлекеттік сатып алу қорытындысында келісімшарттардың жалпы құны 603 миллион теңгені құрады. Соның нәтижесінде 214 миллион теңге көлемінде бюджет қаражаты үнемделді. Үнемделген қаржы есебінен қосымша бірқатар тұрғын үйлердің қасбеттерін жөндеу қолға алынды. Қайырбеков көшесіндегі нөмірі 9, 21 және 48 үйлер, Горбачев көшесіндегі 65 және 89 үйлерінің қасбеттері металл сайдингпен қапталып, балкондары жөнделуде. Сонымен қатар Қайырбеков көшесі 23 және 70, Абай көшесі 66 үйлеріне сырлау және балкондарды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыстарды аяқтау мерзімі де 5 тамыз болып белгіленген. Сонымен қатар тұрғын үйлердің шатырларын жөндеу мақсатында облыстық бюджеттен 478 миллион теңге бөлініп, 19 көппәтерлі тұрғын үйді қамтитын жұмыстар жоспарланды. Бір еңісті шатырларды жөндеу бойынша 5 тұрғын үйде жұмыстар толық аяқталды. Бұл жұмыстардың жалпы құны 106 миллион теңгені құрады. Екі еңісті шатырларды жөндеу бойынша 8 тұрғын үйде жұмыстар аяқталды. Бұл бағыттағы жұмыстардың жалпы құны 128 миллион 800 мың теңге болды. Жұмсақ шатырларды жөндеу бойынша 6 тұрғын үйде жұмыстар толық орындалып, бұл жұмыстарға 50 миллион теңге жұмсалды. Шатырларды жөндеу жобалары бойынша жасалған келісімшарттардың жалпы құны 285 миллион теңгені құрады. Мемлекеттік сатып алу нәтижесінде 193 миллион теңге көлемінде үнем қалыптасты. Үнемделген қаражат есебінен қосымша 3 тұрғын үйдің шатырлары жөнделді. Атап айтқанда, Горбачев көшесі нөмірі 37 үйінде бір еңісті шатыр, ал Демченко көшесі нөмірі 4 және Қайырбеков көшесі нөмірі 9 үйлерінде 2 еңісті шатыр жөнделді. Бұдан бөлек тағы 4 пәтерлі тұрғын үйдің шатырын жөндеу бойынша мемлекеттік конкурс жарияланды. Қаланы көгалдандыру жұмыстарды жүйелі түрде жүргізілуде. Биыл Арқалық қаласы бойынша 2000 түп көшет отырғызылды. Оның ішінде пирамидалы терек пен татар үйеңкісі егілді. Қазіргі уақытта барлық көшеттерге маусымдық күтім жасау жұмыстары жүргізілуде. Бұл жобаның жалпы құны 37 миллион теңгені құрады. Қала көшелерінің келбетін жақсарту мақсатында Әуелбеков көшесіндегі жалпы аумағы 9800 шаршы метр болатын брусчатка төсеу жұмыстары қолға алынды. Жобаның жалпы құны 169 миллион теңге. Мемлекеттік сатып алу нәтижесінде Алматы электромеханикалық зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 107 миллион теңгеге келісімшарт жасалды. Жаяу жүргіншілерге қолайлы жағдай жасау мақсатында жалпы ұзындығы 2,5 шақырымнан асатын асфальт тротуарларға ағымдағы жөндеу жүргізілуде. Сонымен қатар теміржол вокзалы алдындағы саябақты абаттандыру жұмыстары жалғасуда. Жобаның жалпы құны 350 миллион теңгені құрайды. Бұл жұмыстарды Қостанай строй КСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асыруда. Қаланың көркін арттыру мақсатында кооператор автомобиль сақинасын абаттандыру жобасы да іске асырылуда. Жұмыстың жалпы құны 42 миллион теңге. Мердігер Мейка жеке кәсіпкерлігі болып танылған. Абай даңғылы бойында жалпы аумағы 27 мың шаршы метрді құрайтын көгал егу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жобаның құны 56 миллион теңге болса, жұмыстарды Ел Building жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындауда. Сонымен бірге Арқалық қаласы бойынша профильді металл парақтарды қоршаулар орнату жұмыстарды қолға алынған. Жобаның жалпы құны 8,5 миллион теңгені құрайды. Мердігер ұйым Дюс жеке кәсіпкерлігі. Жалпы алғанда биылғы жылы Арқалық қаласында жүзеге асырылып жатқан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен абаттандыру жобалары қаланың сәулеттік келбетін жаңартып, инфрақұрылым сапасын жақсартуға, қоғамдық кеңістіктерді заманауи талаптарға сай дамытуға және тұрғындар үшін жайлы әрі қауіпсіз өмір сүру ортасын қалыптастыруға бағытталған. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқа Ньюс ақпараттар қызметі.